1922 жылы большевиктер билікті қолына алды. Ал 1925 жылы СССР біраз күшейіп алған соң құдайсыз қоғам құруға білек сыбана кірісті. Жалпы СССР аумағындағы ұлттарды діні мен дәстүрінен айырып, атеизм идеясын мәжбүрлі түрде сіңіре бастады. Оқиға былай басталды. Большевиктер 1925 жылы жауыққан атеизм атты ұйым құрады. Ұйымның басшысы болған Емельян Ярославский СССР аймағындағы ислам дінін түп тамырымен жою үшін Сталиннің алдына мынадай 3 ұсыныспен кіреді. Бірінші, Азия елдеріндегі діни әдебиеттерді жою. Екінші, молда ишандарды ауыр жазалау. Үшінші, Шығыстану институтына мынадай тапсырма беру. Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан халықтарын зерттеп, түркі мұсылмандарын пұтқа табынатын жабайы етіп көрсету. Бұл ұсынысты Сталин қуана мақұлдады. Осы мақсатта Орта Азия елдеріне Владимир Басилов, Сергей Токарев, Сергей Демидов экспедицияға шықты. Басилов «Исламизированное шаманство народов Средней Азии и Казахстана» деген еңбегінде қазақ, өзбек, тәжік халқын шамандық ұстанатын жабайы жұрт етіп көрсетуге тырысты. Токарев болса Қырғызстан мен Якутияда ойрат халықтар арасында зерттеу жүргізді. Сергей Демидов түркмендерді шаман етіп көрсету үшін «История религиозных верований Түркменстана» еңбегін жарыққа шығарды. Бұлар бұл зерттеулерден мынаны ұқты. Орта Азиядағы түркі ислам мәдениетін христиан дінін жойғандай құр мешіт медресені жоюмен қирата алмайтынын түсінді. Себебі Орта Азиядағы 1000 жыл бұрын қалыптасқан түркі ислам мәдениеті түркі халықтарының тіршілік образына айналып кеткен еді. Большевиктер құр мешіт медресені қиратумен анау айтқандай жетістікке жетпеді. Тіпті қолдағы кітаптарды тартып алу, отқа жағу, архивке тығу тағы да түркі ислам мәдениетін өшіре алмады. Тұтас бір нәсілге геноцид ұйымдастырып жаппай жойып жүрмесе құрталмайтынын түсінді. Бүгінгі күнде біз ұмытқан большевиктер сонша жойғысы келген түркі ислам мәдениеті туралы түсіндіре кетейік. Түркі ислам мәдениеті ислам діні Тұран даласына тамыр жая бастағаннан кейін ислам діні мен түркі халықтарының байырғы мәдениетінің тоғысуынан қалыптасқан мәдениет. Яғни ислам діні Тұран даласына келгенде оны түркі халықтарының өмір салтына бейімдеу мәселесі тұрды. Осы мәселені шешуде түркі ислам мәдениетін қалыптастыруда Қожа Ахмет Яссауидің рөлі ерекше болды. Ислам дінінің Құран, хадис ілімінің жалпы түркі халықтарының дәстүріне, фольклорына сіңуіне үлкен еңбек сіңірді. Яссауи қалыптастырған түркі ислам мәдениетіне біздің дәстүрлеріміз, аңыз жырларымыз, әдебиетіміз кіреді. Мысалы, қазақ дәстүрлерінен жет желпек пісіру, құран бағыштау, беташар, бата қайыру және барлық ырым тыйымдар осы түркі ислам мәдениетіне жатады. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидің ілімі Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп сияқты көптеген атақты ғұламалардың шығармаларынан көрініс тапқан. Осы кезге дейін Яссауи мәдениеті түркілердің рухани тұтастығын қамтамасыз етіп келген. Соның негізінде ондаған түркі халықтарының сан ғасырлық мәдениеті орнықты. Егер де түркі ислам мәдениет жайлы, Яссауи жайлы толық білгіңіз келсе, пікір қалдыра кетіңіз. Сонымен большевиктер халықтың қанына сіңген осындай мәдениетті жоюға тырысты. Киелі кітаптарды өртеу, ишандарды Сібірге айдау, жаппай ату, әулие мазарларды қирату, Құранды отқа жағу Тұран даласында үлкен науқанмен іске асты. Әсіресе дін өкілдерін талқандау 1727-37 жылдар аралығында қарқынды жүрді. Түркістанда апта сайын өтетін зікір құлшылығына тыйым салынды. Қожа молдалардың көбі үйге тығылып Құранды үнсіз оқитын күнге зар болды. Аман қалған қожалар бас сауғалап Ташкент, Бұхараға ауып кетті. 10 жылдың ішінде Түркістанда дін бағатын бірде-бір сауатты қожа қалмады. Құран хатым қылу, тұмар жазу, кесел кісіге дәрі жазу дүмше діншілердің қолына өтті. Олардың көбі Құранның 1-2 сүресін әрең оқитын. Ақшасын төлемесе дүмшелер саусағының ұшында қимылдатпайтын. Содан 1953 жылы Сталин өліп, жылымығы орнаған соң кейбір қожалар қайтып оралды. Алайда соңғы 25 жылда өсіп шыққан буын дінсіз өмір сүруге үйреніп қалған еді. Бірақ Яссауи қалыптастырған түркі ислам мәдениеті кез келген қазақтың менталитетінде сақталды. Аты өшсе де халықтың өмір салтында дәстүр ретінде сақталды. Мысалы, әруаққа Құран бағыштау, иіс шығару, беташар, сәлем салу, марқұмдарды еске алып Құдай тамақ беру, бата қайыру және тағы да басқа дәстүрлер. Осы феномендер барша қазақтың Яссауи мәдениетінің өкілі екенін растап тұрды. Мұндай мәдениетті жою большевиктер үшін өте қиын болды. Тіпті СССР-дің ішкі саясатында ең ауыр міндеттердің бірі саналды. Бұл мәдениетті жою үшін большевиктер сайтанмен де ауыз жаласуға дайын еді. Сол үшін Совет үкіметі ваххабизм идеясын таратамын деп Үрімшіде ұсталып Пекин түрмесіне түскен ливандық Шамида Молланы 1919 жылы Ташкентке алдырып медресе ашып береді. Совет билігі оны түркі халықтарының мәдениетін жою үшін шебер қолданды. Шамида Молла Каирдегі Әл-Асқар университетінен білім алған. Ваххабизм идеяларын насихаттаушы діндар. Ол Орта Азиядағы жергілікті халықтың дәстүрін,
орта ғасырлық ғұламалардың мұрасын жоққа шығаратын фундаменталист еді. Ең қызығы, Шамида Молланы большевиктерден бұрын ваххабизм идеясын жаю үшін патша үкіметі қолданғысы келген. Сөйтіп жүргенде 1917 жылы патша үкіметі құлап, оның орнына келген большевиктер үкіметі Шамида Молланы өз мүддесіне жергілікті халықтың дінін жою үшін пайдаланған. Советтік заңнан гөрі шариғатқа көбірек құлақ түретін мұсылмандарды Шамида Молланың қолымен адастырды. Сол кездің өзінде-ақ Құран мен хадиске сүйеніп пәтуалар шығарады. Керек десеңіз, оны халықтық соттарды, яғни шариғат, қазылар сотын қалпына келтіруге шақырды. 1922 жылы шілдеде оның медресесінде заң мекемелері қызметкерлерінің жиналысы болды. Жиында Шамида Молла ислам социализмі жайында баяндама жасап, байлардың дүние мүлкін кедейлерге тарату туралы уағыз айтты. Коммунистер Шамида Молланың көмегімен дәстүрлі дінді жою үшін Орта Азияда ваххабизм идеясын насихаттайтын дін өкілдерін дайындап шығарды. Алайда НКВД жендеттері өздеріне керекті дін қызметкерлерін оқытып алған соң Шамида Молланы атып тастады. Советтік исламда тәрбиеленген имамдарды кейін академиялық ғылымда қызыл молдалар деп атап кетті. СССРдің жалдамалы молдалары үлкен соққыны бірінші зікір құлшылығына берген. НКВД өкілдері Яссауидің классикалық хикмет зікірлерін салуға тыйым салды. Есесіне шаманизм қалдығы саналатын бақсы балгерлердің жын ойнағына зікір деген ат берді. Бұдан бақсы балгерлердің ел арасында шоқ жалап, қазық тістейтін есалаң әрекеттеріне барынша жағдай жасалды. Олардың ел арасында емін-еркін жүріп тұруын КГБ өкілдері қамтамасыз етті. 1960 жылдан бастап ел-жұрт Яссауидің зікірін ұмыта бастады. Құран аяттары мен Яссауидің хикметтерімен санаға сіңген қасиетті зікір сөзі бақсы балгерлердің ритуалымен ассоциацияланып кетті. Шоқан Уәлихановтың қазақтардағы шамандықтың қалдығы деген 20 беттік мақаласы СССР кезінде киелі кітаптай насихатталды. Қазақтың діні сөз болғанда, ғалымдар түгелдей Шоқанға сілтеме жасайтын ауруға шалдықты. Қазақ мұсылмандықты толық қабылдамаған, біз жартылай шаман, жартылай жабайы тайпа болдық. Совет үкіметінің, ұлы орыс халқының арқасында көзіміз ашылып, адам болдық, деп кез келген мінберде баяндама жасады. Советтік идеология сүйегінен өтіп, кемігіне сіңген қазақ ғалымдары ата-бабасы ислам шарттары мен парызын өтеп келсе де, Шоқан Уәлихановқа сілтеме жасап, түп төркінін, идентификациясын шамандықтан тарқатты. Осы көзқарасты совет этнографтары қазақ жұртына зорлап таңды. Әйтпесе совет үкіметі орнағанға дейін шамандық қалдығы там-тұмдап әр жерде қалғаны болмаса, қазақ арасында мәдениет ретінде өліп біткен еді. Осы сияқты совет үкіметі тарапынан мемлекеттік деңгейде түркі халықтарының мәдениетін, дінін жоюға бағытталған жұмыстар жүргізіліп отырды. Қызылдар үкіметі барынша атеизм идеясын халықтың санасына құюға тырысты. Совет үкіметінің ондаған жылға созылған саясаты ақыры 70-ші жылдарға қарай өз нәтижесін берді. 70-ші жылдары туған ұрпақтың санасында бұрынғыдай ұлтына, дініне, мәдениетіне деген мейір махаббат болмады. Оның орнын толық емес, бірақ белгілі бір деңгейде коммунизм идеясы басты. Совет одағына, ондағы авторитеттерге деген махаббат басты. Тәуелсіздік алғаннан кейін 90-ші жылдары қазақ жерінде ислам діні қайта жаңғыра бастады. Бірақ бұл ислам біздің аталарымыз ұстанған ислам діні емес еді. Яғни бұл арабизацияға ұшыраған дін еді. Бұл ислам ғылымда жаңа ислам деп аталды. Қазақстандағы жаңа ислам туралы келесі видеода айтатын боламыз. Видеомыз осымен аяқталды. Видео қызықты болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.